Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін миллиондаған адамдарды өзіне ғашық еткен өте дәмді жұмсақ слоеный болып шығатын түрік тоқашын дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен жылы суымызға дрожжымызды салып, ашытқымызды салып, араластырып, бетін жауып жылы жерге алып қоямыз, көтерілгенше дейін. Одан кейін бізге 2 жұмыртқа қажет болады. 1 жұмыртқаны салып, және де 1 жұмыртқаның ағын салып, сарысын бөлек ыдысқа алып қоятын боламыз. Ол бізге соңынан қажет болады. Одан кейін тұзымызды, қантымызды салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Қолданатын заттарымыздың барлығы бөлме температурасында жылы болуы қажет. Сүтіміз, суымыз жылы болуы қажет, әсіресе біздің тестамыздың жақсы көтерілуі үшін. Үстіне сұйық майымызды және де жылы сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ал енді апарымыз көтерілді, бетіндегі көбігі шығып жақсы көтерілді, оны да салып, жақсылап араластырамыз барлығын. Ал енді ұнымызды өлшеп дайындап алдым. Менде 550 грамдай кетті. Сіздерде одан аз немесе көптеу кетуі мүмкін. Сол себепті шетінен салып, жақсылап араластырып, жұмсақ жабысқақтау қамыр илейтін боламыз. Соңынан сұйық маймен қолымызды майлап, тағы да жақсылап илеп, 5-10 минуттай илейтін боламыз. Тестамыз жақсы болып шығуы үшін. Одан кейін бетін жауып жылы жерге алып қоямыз, көтерілгенше дейін. Ал бөлме температурасындағы еріген жібіген сары майымызға 2 қасықтай сұйық майымызды құйып, оларды жақсылап араластырып дайындап аламыз. Мінекей жарты сағаттың ішінде менің қамырым күшті болып көтерілді, өте жұмсақ болып. Және де бұл булочкиді айта кететін болсам, бұрын көрген кезде қызығатынмын, бірақ жасалу жолын қиынсынатынмын. Булочкиларымыз өте оңай жасалады екен, қазір видеода көрсететін боламын. Былай қарағанда семит тоқаша сияқты жасалу жолы ұқсас болып келеді. Тестамызды дайындап аламыз, қолымызды майлап, және де жұқа етіп жаятын боламыз. Бұл жерде жұқа етіп жаю маңызды, себебі қазір көтерілген кезде ол 2 еселеніп үлкен болып шығады. Сол себепті жіңішкелеу етіп жаямыз, және де бетіне дайындап қойған майымызды жағып шығамыз. Одан кейін дәл видеодағыдай етіп бүктейтін боламыз. Араларына майымызды жағып шығамыз. Сол кезде біздің булочкиларымыз слоеный болып, керемет болып шығатын болады. Үстінен осылай қолымызбен басып жібереміз. Одан кейін тағы да осы бөлігіне тағы да май жағып шығамыз да, тағы да бір бүктейтін боламыз. Енді тағы да қолымызбен басып, жайып жіберетін боламыз. Ал енді теңдей 8 бөлікке бөліп шығамыз. Жасалу жолы өте оңай, дәл видеодағыдай етіп жасап шығамыз. Көріп тұрғаныңыздай өте оңай жасалады. Ал достар, әдеттегідей менің рецепттерім ұнап жатса, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен де бөлісіп отырыңыздар. Менің каналымнан сіздер көптеген рецепттердің түрлерін кездестіре аласыздар, және де күн сайын жаңа рецепттермен бөлісетін боламын, жіберіп алмаңыздар. Жасап болғаннан кейін 10-15 минутқа бетін жауып алып қоямыз, көтерілуі қажет. Одан кейін жұмыртқаның сарысына, манағы 1 жұмыртқаның сарысына кішкене сүтімізді құйып, 1 қасықтай үстіне жағып шығатын боламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минутта пісіп шығатын болады. Мінекей біздің булочкиларымыз дайын болды. Осы жерде ыстықтай күйінде манағы қалған сары майымызды бетіне жағып шығамыз. Өте дәмді, жұмсақ, үлпілдек болып шығады, және де бір жасағаннан осындай керемет болып шығады. Міндетті түрде осы сәтті рецептімен жасап көріңіздер, ас болсын.